Осы ең соңғы сұрақ болсын. Енді бізде эфир болады, эфирға кіремін. Негізі менің өте арманым көп адаммын. И Аллаға шүкір, сол бүйтіп арманда бір аузымнан шыққан сөздің барлығы осы күнге дейін шүкір Құдайыма орындалып келген осы күнге дейін. Бірақ әрине армансыз адам ол жайдан жай өмір сүріп жүрген адам деп есептеймін. Мен кәдімгідей болмайтындай бір өте асқақ дүниелерді армандайтыным бар. Енді оларды айтпай қойын, орындалған моменттерінде көрсететін боламын. Бірақ менің арман. Қайырлы күн құрметті оқырмандар, жақындар, бүгінгі эфирді жіберіп алмаңыздар. Эфирді көру үшін қазір сілтеме, сол сілтемеге кіріп тікелей эфирді көріңіздер. Өте көп. Алла ең басты денсаулық берсін. Арман ғана емес, мақсат деп айтайын. Олардың барлығы біртіндеп орындалатын болады бұйырса. Сол сіздерге де армандаудан қорықпауды, мақсат қоюды сіздерге де кеңес беремін. Ол өте керемет дүние. Сол мен қазір эфирға кіріп бара жатырмын. Эфир көріңіздер. Барлығыңызға сәтті күн тіледім. Шай ішкендерден сұрайықшы. Қалай ойлайсыздар, жалпы Салғарды менсінбей жатыр ма, әлде қалталы азамат іздеп жатыр ма бота? Мен ботаны ондай жасап жатыр деп ойламаймын. Керісінше мен жаңа айтты ғой, байди біз былай ойладық қой, екеуінде де искра жоқ, осылай деп ойнатып жатыр деген сияқты. Залқардың тарапынан негізі бір ойладық та, бір хиттен шығу деген сияқты қылды. И бірақ жаңа ботаның айтқан сөздеріне қарап мен ойлағаным, бота байди егер жігіт қаратан десе қаратады ғой. Қарата алмай жүр ма сонда? Қаратам десе қарайды деген нәрсе емес. Мысалы каждый қыздың өзінің ойындағы вкусы болады да, жігітке деген. Ол сен мың жерден аяғына жалынып, ол ұнатпайтын қыз ұнатпайды сен. Ол сен қанша жүгірші, ол адамның Алла Тағала өзіне бұйырғаны бар да, соны просто жолықтыру керек болды. да Залқарға бір максимум бір хотя бы 10-15% ойы бар сияқты. Ойы болып, и ол нәрсе одан әрі сезімін ашайын десе, Залқардың тарапынан ештеңе қадамдар болмай жатыр деп жеткіліксіз болып жатып, ботада бір реніштер туып тұрған сияқты. Қадам емес, мүмкін алдында бір сөзін айтып қалды ғой, Қырғызстанға барып тұрмайын деп, сол кедергі болып жатыр ма? Мүмкін ғой, сіз білетін сияқтысыз ғой өзіңіз. Бүйту керек, сөйту керек деген емес. Егер де бір жігіт сен артынан қалмай, артынан жүгірген сияқты болып, енді ол жігіттің де сезімін бағалайсың, әрине қыз болып тұрғасын. Бірақ қыздың ішінде ол жігітке деген сезімі болмаса, әрине ана жігітті біртүрлі көріп кетеді, қош деп барау, лучше сыйластықта қала берейікші, ана жігітті Қадым жоқ болып кеткенде іздеп кетесің ғой ше, іздеп ғой. Менде андай болды ше, бір адам артынан жүрсе, одан кейін мен андай болып кетемін ше, қайда, неге мен жақсы көрмейді, менде андай синдром главного